Ассалаумағалейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ахниет. Бүгін сіздермен тортты тегіс қаптауды үйренетін боламыз. Ең алдымен творожный сырымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып аламыз. Содан соң шекерімізді салып аламыз, немесе сахарная пудра қоссаңыздар болады. Сосын барлығын миксерлеп, жақсылап араластырып аламыз. Сары майымыз толықтай араласқанша араластыратын боламыз. Себебі ішінде іртік болып жүрмеу керек. Қазір бізге тортымыздың сыртын қаптаған кезде солай бүдір болып тұрмау керек. Осыған да мән беріңіздер. Кремімізге сары май қосылғаннан соң бізде креміміздің түсі өзгеріп сарғыш болып кетті. Сол себепті де ағартатын ұнтақ қосамыз, яғни диокситан ұнтағын қосамыз. Мінекей осындай кондитерский мешокқа салып аламыз. Одан соң міндетті түрде тоңазытқышта тұрған тортымызды алып шығамыз. Осылай сыртын пленкамен және кольцомен қаптап қою керек. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жағып шығатын боламыз. Және де бірдей формада жағып шығатын болсаңыздар, торттарыңыздың сыртын қазір тегістеген кезде теп-тегіс болып өздеріңізге оңай болады. Сол себепті осыған мән бергендеріңіз дұрыс. Тортымыздың үстіңгі бөлігінен бастадық тегістеуді. Одан соң осылай жанын шпательдің көмегімен тегістейтін боламыз. Және де шпательімізді кішкене қиғашта ұстап тегістейтін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тортымыздың жандары ашылып қалған жерлеріне тортымыздың артық кремдерін жағып, осылайнан турлап жіберетін боламыз. Мұндай жағдай болмау үшін бірден біркелкі болып тегіс болу үшін жаңағыдай тортымызға кремді жағып жатқан кезде бірдей формада жағып шықсаңыздар, соған байланысты болады. Бізде осындай тегіс торт шықты. Сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, шыққан видеоны алғаш болып өздеріңіз көретін боласыздар.